Құдай сіздер жарылқасын, құрметті бауырластар. Мен қуаныштымын сізбен бүгін Құдайдың сөзімен бөлісуге. Өйткені Құдайдың сөзі ол тірі нан. Біздерге келген, көктен келген тірі сөз. Сондықтан біздер киелі кітаптан Жохан жазған ізгі хабар 6 тарау 41 аяттан оқимыз. Сонда Исаның көктен түскен нанмын, менмін дегенінде діндар мен Иудейлар күңкілдеп назарлық білдірді. Кім не десе о десін, бірақ та Құдай ол көктен түскен нан, ол шынайы Құдайдың сөзі. Құдайдың сөзі ол Құдайдың өзі, бауырластарым. Сондықтан біздер әрқашанда киелі кітаптан, әрқашанда Құдайдың сөзін оқып, нан іспепті, қалай аш адам нанды іздейді, солай біздер Құдайдың сөзіне үніліп, Құдайдың сөзінен өзімізге жігер алуымыз керек. Құдайдың сөзінен өзімізге саулық алуымыз керек. Құдайдың сөзінен өзімізге күш қуат нәр алуымыз керек. Құдайдың сөзі ол шынайы көктен түскен нан. Өйткені киелі жазбада жазылған Иса уағыздап отырғанда көптеген адамдар қауғалап оның қасына жайылғанда олардың қарындары ашты. Иса оларға қарап жаны ашып шәкірттеріне бұрылып айтты: нан беріңдер ол кісілерге, олардың қарындары аш деді. Сонда шәкірттер бір-біріне қарады да айтты: осыншама адамға біздер наны қайдан табамыз осы даладан? Оларды үйлеріне жібер, жақын жерлерден нан тауыпсын деп. Сонда Иса шәкірттеріне бұрылып айтты: сіздер оларға беріңдер нанды деп. Иса ол біздерге әрқашанда айтады: сен білген осы киелі кітаптан алған нәрмен сен олармен бөліс. Сен осы әлемдегі адамдармен, осы өзінің қасындағы бауырласымен сол сөзбен бөліс дейді. Сол нанды сен де оларға бер дейді. Қолындағы барымен бөліс. Жақсылық жаса, мейірімділік жаса. Әрқашанда Құдайдың сөзін жеткізіп айт дейді. Өйткені осы Құдайдың сөзі ол Құдайдың өзі. Біздерді Құдайдың патшалығына апаратын сөз, біздерді нәрлендіретін сөз, біздерге ауқат тамақ беретін Құдайдың сөзі. Әрқашанда біздер дайын болуымыз керек сол сөзбен, сол нәрмен бөлісуге. Сонда шәкірттері бұрылып Исаға айтты: ол нан біздерде жоқ, біздер таба алмаймыз сонша адамдарға нанды деді. Содан кейін бір шәкірті келіп айтты: мен білем, бір кішкентай балада 5 күлше нан мен 2 балық бар деді. Сонда Иса оған айтты: алып келіңдерші сол баланы. Сол баланы алып келгенде бала өзі сол қолындағы нанымен, балығымен бөлісті. Мен сенемін, сол кісілердің арасында адамдар, үлкен адамдар да болды. Олардың қоржындарында нан болған. Бірақ та сол бала ол келіп сол өзінің нанымен бөлісті. Ол жасырып қалған жоқ. Ол келіп бөліскенде Құдай сол 5 күлше нанды жоғарға көтеріп 2 балықпен жарылқап соны көбейтті. Сонда қаумалаған жұрт, тек қана ер адамдар, 5000 ер адамдар, әйелдер мен кішкентай балаларды санамағанда 5000 ер адам сол нанға тойынды дейді. Сол тойынғаннан кейін, барлығы жеп тойынғаннан кейін 12 қорап, 12 корзина дегендей толып артығымен қалды дейді. Біздер Құдайдың сөзін ешқашан жасырып қалмауымыз керек. Біздер бөлісуіміз керек сол сөзбен. Қандай құрал бар сенің қолында? Қалай сен айта аласың? Соны сен қолданып, сол сөзді жеткізуің керек. Өйткені Құдайдың біздерге берген өсиеті: барыңдар да ізгі хабарды жердің түкпіріне дейін, жердің мына шетінен ана шетіне дейін барып бөлісіңдер дейді. Сондықтан Құдай сені жарылқасын, Құдай сені қолдансын, Құдай саған ақ батасын берсін. Құдай саған жігерлендіріп, күш қуатын берсін. Мында жазылған 51 аятта:
мен жерге келген нанмын дейді. Сондықтан біздер әрқашанда Құдайдың сөзіне үніліп, әрқашанда Құдайдың сөзіне сеніміміз керек. Көктен түскен тірі нан менмін дейді Құдай әкеміз. Сондықтан біздер әрқашанда осы сөзбен қоректеніп, тойынып, өзіміздің рухани да физикалық көзқарасымыз өзгеріп, біздер осы сөзді әрқашанда өзіміздің жанымыздағы адамдармен бөлісуіміз керек. Өйткені осы Құдайдың сөзі Құдайдың патшалығына апаратын біздерге үлкен мүмкіншілік. Осы әлемдегі адамдармен осы сөзді бөлісіп, соларға куәлік айтып, Құдайдың патшалығына біздерді апаратын тірі сөз, тірі нан, ол Құдайдың сөзі. Құдайдың сөзі әрқашанда біздерге жігер берсін, әрқашанда бізге күш қуат берсін, әрқашанда біздерге сондай аш адамдар нені іздейді? Тамақ ішпеген адам ол нанды іздейді. Біздер әр күнде осы Құдайдың сөзін көптеген күндер тамақ жемеген адам сияқты, қалай ол нанды іздесе, солай біздер де іздеп, соны қорытып, сонымен бөлісуіміз керек. Бауырласың, сен сол таңдаулы адамсың, сол сөзді естіп тұрған. Бөліс өзінің бауырластарымен. Ешқашанда мұнайма, әрқашанда қуанышпен осы Құдайдан келген тірі нанмен, тірі осы бұлақпен, тірі сумен әрқашанда бөліс. Құдай сені жарылқасын. Иса Масихтың атынан, аумин.